Көзден жас ағызатын пияздың тағам дәмін кіргізумен қатар емдік қасиеті де бар екенін көпшілік біле бермейді. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода пияздың адам ағзасына пайдасы мен сіз білмейтін емдік қасиеттері, пияздың зияны мен қарсы көрсетілімдері туралы айтамыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Пияздың құрамында көптеген пайдалы дәрумендер бар. Олар улы заттарды ағзадан шығарып, жағымсыз әсерлерге төтеп береді. Авитаминоз және иммунитетті нығайту кезінде пияздың артықшылықтары көп. Пияз вирустар, бактериялар мен тіпті кейбір саңырауқұлақтар сияқты патогенді өлтіреді. Ол ағзаға керекті заттардың мол қоры. Мысалы, С, В1 дәрумендері, каротин сынды ағзаның иммундық жүйесін нығайтып және қабынудан қорғап, тыныс алу жолдары ауруларын қорғайды. Пияз 2 жылдық өсімдік. Ол түсіне қарай сары, қызыл, ақ болуы мүмкін. Қызыл пияз күлгін деп те аталады, ал басқа атауы қырым. Оның құрамында бактерияға қарсы, қабынуға қарсы қасиеттері бар. Бұл токсиндермен күресуге көмектеседі және холестеринді төмендету үшін қолданылады. Сары пияз пияздың ең танымал түрлерінің бірі. Оның қуыру кезіндегі қасиеті сорпа, гарнир және ет тағамдарын дайындауда қолданылады. Қуыруға және шикі қолдануға өте ыңғайлы. Оның айқын иісі бар. Ақ пияз дәмі бойынша нәзік және шырынды, себебі оның құрамында ылғал көп. Ол көбінесе күрделі мексикалық тағамдарда қолданылады. Ақ пияз аузыңыздан иісі кетпейді. Пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Ал мұрнынан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес. Себебі қызарып, бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шәйнектегі ыстық суға қосып, булап емдеген пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне баса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Іріңдеген жараға, үсіген жерге басуға да болады. Пияздың шаштың түсуін тоқтататын да қасиеті бар. Пияз сөлін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды үкіштен өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан таңып қою керек. 1,5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Үкіштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, 1 шай қасық бал қосып, құрғақ шашқа жақса, шаш түсуі мен ұштануын тоқтатып, тез өсіреді. Ал шашты нығайту үшін сіз шикі пиязды қолдана аласыз. Оны бас терісіне сүрту керек. 15 минут ұстаңыз және жылы сумен шайыңыз. Қайызғаққа арналған жарты литр қайнаған суға 25 грамм пияз қабығын алыңыз. Қабықтың үстіне қайнаған су құйып, 2 сағат қайнатыңыз. Бұл ерітіндімен жуылған шашты шайыңыз. Сұлу болудың сыры пиязда. Пиязбен денсаулықты ғана емес, сұлулықты да сақтауға болады. Беттегі дақтар мен пигменттерді кетіру үшін бетіңізді пиязбен сүртсеңіз жеткілікті. 2 аптадан кейін олардың азайғанын байқайсыз. Ал пияздың балмен араластырылған суы ангинаға жақсы көмектеседі. Ол үшін қоспаны күніне 2-3 реттен ішіп отыру керек. Жарақат алған жағдайда пияз сол жерді залалсыздандырушы ретінде де қолданылады. Пияз әсіресе суды жақсы тазалайды. Ыдыстағы суға оның бір түйірін салып жіберсе, судың жаман дәмін алып шығады. Тұмауратып, жөтеліп жүрген кезде пияздың сөлі қақырушы ретінде де қолданылады. Ал суықтап қалған кезде дәкені пияз сөліне батырып алып, күніне 3-4 рет 10-15 минуттан мұрынға тығып қойса, тұмау тез кетеді. Тамақ ауруын және жөтелді тоқтату үшін сізге пияз сорпасы көмектеседі. Ол үшін сізге 10 пияз және 1 литр су қажет. Пияздың үстіне су құйып қайнатыңыз.
және сұйықтық 2 есе азайғанша баяу отта пісіріңіз. Сүзілген сорпаны күніне 2 рет ішіңіз. Сонымен қоса, пияз баланың денесіне пайдалы. Ол қан тамырларын нығайтып, ас қорытуды жақсартады. Сондай-ақ ішек микрофлорасын жақсартып, тәбетті көтереді. Балаларға арналған қосымша тағамдарда пияз мәзірге 8 айдан бастап және тек қайнатылған түрде енгізіледі. Оны көкөніс пюресіне қосыңыз. Шикі түрінде балаларға асқазанның шырышты қабығын тітіркендірмеу үшін 3 жастан ерте бере бастайды. Пияздың жүкті әйелдерге пайдасы мен зияны қандай? Пияз болашақ аналар үшін өте пайдалы. Магний жүкті әйелдерге жиі әсер ететін іш қатумен күресуге көмектеседі. Пияз құрамында фолий қышқылы мен В6 дәрумені бар. Олар жүктілік кезінде өте маңызды. Пияздың құрамындағы фитоценттер суық кезінде вирустар мен инфекциялармен күресуге көмектеседі. Пияз калория мөлшері төмен болғандықтан көптеген диеталарда қолданылады. 100 грамм өнімде 47 кал бар. Ол монодиеталарда қолданылады. Мысалы, пияз сорпасында. Ал пияз сорпасының арқасында 1 апта ішінде 10 кг артық салмақтан арылуға болады. Ал қуырылған пияз миға пайдалы екенін білесіз бе? Қуырылған пиязды жеу миды ерте қартаюдан қорғауға көмектеседі. Жапондық ғалымдар пиязда белсенді және жеңіл сіңетін күкірт қосылыстары бар екенін анықтады. Олар миға енген соң оның белсенділігін ынталандырады. Ал ендеше пияздың зияны немесе қарсы көрсетілімдеріне тоқтала кетейік. Жаңа пиязды гипертония, гастрит және жаралар, созылмалы күйдіргі және бауыр аурулары кезінде қолдану ұсынылмайды. Шикі пияз шырышты қабықты тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан жаңа пияз ас қорыту жүйесі аурулары бар адамдарға қарсы. Сондықтан мұндай аурулары бар адамдар көкөністі пісірілген немесе қайнатылған түрде жеуге болады. Аллергия, астма немесе жоғары қан қысымы бар адамдар пиязды абайлап емдеуі керек. Құрметті көрермен, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.